Так, біреулердің мониторлар Audi Out деген болады. Мынау бізде Alpine қосылып тұр. AUX бір таңдаймыз. Alpine'нан. Мынау блогы Alpine'нің сиденьенің астына тұрады. Мынау монитордан келеді. Out in-ға тағамыз. Қызыл тюльпан әкеліп сатып алып. Қызылға плюс, қараға минус береміз. Тюльпанды не жақтан шығарамыз. Сөйтеміз де мынандай адаптерға қосамыз. Тюльпанды жаққа қостық. Бұл бізде адаптер Android'тардан мониторға қосатын адаптер. Адаптердің бір басын USB штекерге қосамыз. Яғни USB штекерге қосамыз. Флешка тағатын USB штекерге. Сөйтеміз де Play Market'тан MC91 деген нені скачаттап, программаны установить етеміз де. И монитордағы нені мыняққа қайталайтын болады. Түсіндік қой. Камераның штекерін тағамыз задний вид родной камерасына. И одан бір тюльпан шығарып, не алып келіп, оның астында неқта камераның штекері бар задний. Соны қосамыз. Және де мынау 180 камераны 6 вольт беру арқылы сөйтіп разъемдар арқылы солай қосылады оларда, Alpine'дарда. Міне Alpine тұр бізде, қазір істеп жатырмын. Android'қа байланысты біреулердің Android'тар мықты болады. 5 адаптер видео аут арқылы да істейтін Android'тар бар Alpine'ға. Основной не только Alpine, любой мониторға мен көрсеткен адаптер арқылы қосылады. И сосын форматқа қарау керек, кейбіреулердің форматтары келмейді. Міне Alpine. Ал мынау бізде задний вид камераның канал тұрған штекер. Родной артқа кетеді. Артқа кетіп отыр. Бұл бізде задний вид камераның штекері. Яғни бұда 380 болғандықтан, 360 болу керек қой. 180 болғандықтан оның блоктары бәрі осы жерден жұмыс істейді достар. Осы жердегі штекерлер арқылы боковойдағы передний камералар сол арқылы жұмыс жасайды. Мынада жоқ, сол себептен бұл 180 деп аталады. 250 дейміз шығады. Все, қазынан қосайық. Задний видқа тюльпан шығарып отырық. Задний вид тюльпан ақпен серия болады. Болмаса біреу видеосигнал. Любой машина сигнал. Яғни бұл жерде тұрған проводтардың бәрі бізде бана 250 камера, 3 камера, передний камера, задний камера и және де Alpine дублирующий монитор бәрі осы жақпен өтеді. Так, мына артқы жүріс қосылды бізде. Бізде Alpine не істейді? Артқы жүрісті қайталайды. Көрсетіп тұр. Артқы жүріс көрсетіп тұр деп бізге көрсетіп тұр. Яғни мына жердегі штекерлер арқылы Alpine қосылады осылай достар. Айфортта. Потолочный монитор деген осы. Ол үшін DVD-шный шнур и жаңағы адаптер керек. Адаптер мониторға. Так, міне. Сөйткен қойғаныз. Жинап тұрады. Alpine. Приложение скачаттап қосып қойдым. Монитор дублировать етіп тұр. Ау! Я в машине внутри. Маған ба? Подарка ма? Красный. Красивый? Красивый. Не, сағатына. Маған подарка ма? Маған емес? Нормальный екен. Ага. Смотри, Зор. какая красивая упаковка. Упаковканы қой көрші, сағаттың өзіне саған да күшті. Сендер тек қана упаковкаға қарайсыңдар негізі не? Міне, қайталап тұр. Түсіндік қой? Дублировать етіп тұр. Достар, обязательно мынандай приложение скачаттайсыңдар. Тұрған. И мынандай адаптер обязательно көріне ма? Alpine мысалы. Alpine'нің өзі көрінбей тұр. Мен қарай YouTube қоясың, YouTube соның бәрін қайталайды да уже. Не қоясың, соның бәрін қайталап тұрады. Ақ болып тұр, мынау да ақ болып тұр, көрдің ма? Интернет жоқ дейді. Енді қазір адаптер арқылы камерасын аламыз. Задний камера қосып қойдық. Алды или сол жағын біреуін обгоняющий. Бұл андроидтарда мынау именно арзан андроидта или алдын или мынаны таңдау керек. Боковой. Обгоняющий. Обгон камерасы. Қазір көреміз. Қайсыны таңдайтын. Так, міне штатный задний камерада қосылып тұр.
скоростан шығардық. Скоростқа салдық. Яғни штатный. И повторяющий монитор істеп қойдық. Бұл машина көп нәрсе істейді. Қайталап тұр. Задний камераны тоже. Енді бұда арқасына родной мафон тұр. Родной камера. Альпин қостық. Штатный мана тұр. Енді мынау 250 ғой бұда камера ша. 250 градус. Тек қана ар жағында жоқ. Мынада бар. Егесі алдында бар. Егесі мынаған қойғысы келіп отыр. Либо мынаның ішіне, либо мына жерге обгоняющий камера. Бұл право рулька. Обгонға шыққанда көру үшін. Немесе мынада жоқ мына камера. Немесе бәріне 360 салам деп отыр. Енді көреді. 360 салатымыз 360 саламыз. Егер обгоняющий камера тапса, алдына обгоняющий камера қосып берем. Рульда кнопка басу арқылы бізде алдында обгонға шыққанда камера көрсететін болады. Не? Өшіріп қояды. Машинасы доп болды. Жоқ. Ю-чу болып тұр. Ю-чу. Все, енді либо 360, либо обгоняющий камера қоямыз. Қалған нәрсенің бәрі бітті.